шағым жазды, 109-ға жазды, өздері де айтты, мен кеше келіп кеттім. Ана Шөкенов атындағы көше, сосын Байшешектен көшеге суды берсе, мына Камал Шөкеновтың атындағы көшенің 12-ші үйдің қорасына су кетіп жатыр. Бұл балабақша, соның қорасында канал емес, мына кәдімгі кішкентай арық болып қалған. Осы жерді буып тұрды, ар жағында су тұрғындардың қорасына су кетіп жатыр. Вот соны болдырмау үшін қазір жер бөліміне, архитектура бөліміне тапсырма берілді. Осы полностью біздің каналдарымызды бөгеп алған, я болмаса қорасына кіргізіп алғандар иелерін тұрғын үй болады, кейбір жерде солар өкінішке бар. Кейбір жерде мынандай осындай коммерциялық нысандар бар. Солардың бәрін инвентарь жасап, біздің осы мына каналдардың бәрін паспортизация жасау керек. Енді қазір насостарын биыл бәрін ауыстырдық. Енді сол насоспен су айдасақ, мынандай осал тұстарда проблема болады да тұрғындарға. Болмаса суды арқылы мынаның бәрін бұздырып, каналды босатамыз. Биыл аяқ су мәселесіне көп көңіл бөлдік. Насостарын ауыстырдық, каналдарын тазаладық. Каналдардың бәрін түгендеуден өткіземіз, паспортын аламыз. Біздің арнайы Жасыл Қызылорданың ішінде ирригация бөлімі бар, сол полностью есепке алады. Бюджеттен қаржы бөлеміз, соны қосады. Осы каналдың бойында орналасқан коммерциялық нысан болсын, жеке тұрғын үй болсын, оларда көмектесуге бет тұратын боламыз. Мақсатымыз президенттің тапсырмасы бойынша халыққа өмір сүру сапасын арттыру, сондай жұмыстар сол қолға алынып жатыр.